Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге қызанақты шырын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, тіркеле отырыңыздар. Банкаларымызды жақсылап парлап аламыз. Парланған банкалардың ішіне укроп таяқшаларын салып шығамыз. Мен жыл сайын осы әдіспен жасаймын. Болгар бұрышын салып шығамыз. Үш-төрт талдан сарымсақ салып шығамыз. Лавр жапырақтарын саламыз. Қызанақтарымызды әдемісін таңдап алып, оларды да банкаға салып аламыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнап жатса, таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Оның үстіне банкаларға капуста салып шығамыз. Қызанақтарымызды онша толтырмай салдым. Капустаны салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Капуста салса қытырлап әдемі болады. Енді оның үстіне су құямыз, қайнап тұрған суды құйып шығамыз. Қақпағын жауып қоямыз. Осылайша суығанша тындырып қойып қоямыз. Енді суығаннан кейін суын төгіп аламыз. Осындай арнайы крышканың көмегімен суларымызды төгіп аламыз. Екінші қайтара су құйып аламыз. Оны да суығанша қойып қоямыз. Енді ол аралықта мен помидорларды жуып, ет тартқыштан өткізіп аламын. Ет тартқыштан өткізілген помидорларды елеуіштің көмегімен қызанақтың шырынын алатын боламыз. Міне осылайша газға қойып, тұз салып, үстінен қант салып, жақсылап қайнатып аламыз. Өте керемет қызанақтың шырыны. Тағы да суымызды төгіп аламыз. Енді банкаларымызға түйірлі қара бұрыштарды салып, үстіне тұз салып, томатный согымызды құямыз. Оның үстіне шай қасықпен уксус құямыз. Енді банкамызды жабамыз. Міне банкаларымыздың бәрін жауып алды. Қыс мезгілінде өте керемет ішсе болатын қызанақтың шырыны. Үйде жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет, капустасы да қытырлап тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.